Ертеде бір патша өмір сүріпті. Сол патшаның елін қайыршылар жайлапты. Осыған байланысты патша әмір етіпті. Кім қандай да бір қайыршыға бірдеңе беретін болса, қолын шабамын депті. Сол патшаның еліне жақын жол бойында бір саудагердің керуенін қарақшылар тонап кетіпті. Сөйтіп әлгі саудагер ауыл шетіндегі бір үйдің есігін қағыпты. Есікті бір әдемі қыз ашыпты. «Қызым, бір үзім нан мен бір кесе су берші» депті саудагер. Қыз болса патшаның жарлығы туралы айтыпты. «Егер мен сізге бірдеңе берсем, қолымнан айырыламын» дегенінде, «Мен қайыршы емеспін, саудагермін. Жолда қарақшылар керуенімді тонап кетті. Осы жерге 3-4 күнде әзер жеттім» деп саудагер жағдайын айтады. Қыз жаны ашып, Аллаға тәуекел етіп, бір кесе су мен 2 күлше нан алып шығып беріпті. Бұл әңгіме дереу патшаның құлағына жетеді. Мұны естіген патша ашуланып, жендеттеріне тез қызды тауып әкеліп, 2 қолын шауып тастауды бұйырыпты. Жендеттер қызды тауып, 2 қолын шауып тастапты. Содан біраз уақыт өткен соң, патша ер аралап жүрсе, шеткі бір үйден өте мұңды әуен естіліпті. Патша әлгі үйге мән-жайды біліп келуге адамдарын жіберіпті. Патшаның жіберген адамдары онда бір өте әдемі қыздың барын айтып келіпті. Бірақ 2 қолы жоқ екен депті. «Жоғы қалай, қолсыз толыпты ма?» деп сұрапты патша. «Жоқ, ол қыз бір қайыршыға тамақ беріп, сіздің әміріңізбен қолы шабылған екен» депті. «Мұнша залым болмасам нетті» деп патша қапаланыпты. Содан патша не болса осы қызға үйленемін деп шешіпті. Ақыры патша қызға үйленіпті. Сонда да қыздың жүрегі жібімепті. Қыз патшадан олды болады. Бірақ қыз ол жерде тұрғысы келмей, бәрібір қашып кетемін деп жүріпті. Сөйтіп бір күні түнде ұлын алып сарайдан қашып шығыпты. Тау тасты кезіп, ұзақ жол жүріп, бір дарияға кез болыпты. Қатты шөлдеп, су ішейін десе қолы жоқ. Еңкейіп су ішуге ыңғайлана бергенінде баласы суға түсіп кетіп аға жөнеледі. Құтқаруға 2 қолы жоқ, көкке қарап, «Я Раббым, ұлымды құтқара көр» деп Аллаға жалбарынып дұға жасапты. Мейірімі шексіз Алла сол мезетте 2 періштені жаратыпты. Біреуі келіп дұға оқып, суды артқа қарай ағызып, ұлын құтқарыпты. Ал 2-ші періште, «Қызым, қолыңды суға сал» депті. Қыз қолын суға салған екен, Алланың әмірімен 2 қолы кесілген жерінен өсіп шығыпты. Алланың құдіретіне разы болған қыз көкке қарап дұға жасапты. Сол кезде әлгі 2 періште кері қарай кетіп бара жатыпты. «Жақсы адамдар, сіздер кімсіздер? Сіздер үшін қандай дұға жасап, қалай рахметімді айтарымды білмей тұрмын» деп қыз таңырқап тұрып қалыпты. Сонда адам кейпіндегі 2 періште: «Сен бізді танымадың ба? Біз сенің садақаға берген 2 күлше наныңбыз. Садақа түрлі бәлені қайтарады» деп ғайып болыпты.